Хор қыздары. Ол енді мынандай бір сауал шығады ғой, біз жақында да, жақын деп қатты жақын емес, енді осы біраз уақыт болып қалды. Бір әйел кісілердің жамағатында отырғанында бір сол әйел кісілерден сұрақ қойылды да. Енді хор қыздарды Алла тағала не үшін жаратты деп. Енді адам ойланатын сауал ғой. Сонда енді біздің сұлулығымыз жетпей ме? Бәрібір мысалы кейде әйел еркектен көп дейді деген сөздер бар ғой. Ол енді ер азамат оны күлер мысалы да, бірақ енді өзіңіздің күлкіні жиып, яғни тіке қарап көріңіз. Өйткені өзіңіздің қызыңыз бар, қарындасыңыз бар, әпкеңіз бар, анаңыз бар дегендей. Екінші жақта бар да, бұл сауал әзіл сауал емес та. Біріншіден енді хор қыздарын неге жаратты болатыны, оның хикметі туралы мен біраз жерлерден іздеп көрдім. Бірақ міне деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан, бір үлкен бір ғалымның сөзінен ондай бір ашық хикмет көрмеппін. Тек жаңылдегі бұл нәрсе, хор қыздарының жаратылуындағы нәрсе сізді бізді әйелдердің құқын таптап атыр ислам деген пікірге алып бармасын. Ол егер соған бұрылған сауал болатын болса, бұл дұшпандық сауал. Бұл ақиқатты білгісі келген сауал емес. Хор қыздарын болсын, адамды болсын, жынды болсын, шайтанды болсын, неге жаратты десе, Алла тағала туралы Құран-ы Кәримде әдемі аят бар. Алла тағала айтады: ол зат өзінің жасаған ісі жайлы сұралмайды, бәлки сіздер сұраласыздар дейді. Біріншіден, Алла өзінің қалағанын жасайды. Фаалул лима юрид дейді. Өзінің қалағанын жасаушы зат. Оны неге жараттың, неге жасадың хикметін біз білмейміз. Мысалы, адам баласының жер бетіндегі келу хикметін кім ашып бере алады, айтыңызшы. Хикметін кім біледі бір Алладан басқа? Тек біз не үшін жаратқаны білеміз. Ғибадатқа жараттым деді. Оны жаратып атқанда білесіз, бір періштелердің сауалы туралы да айтылады Құранда, Аллахым, осындай адамдарды жаратқанда олар бәрібір күнә жасайды ғой дегендегі бір сөздері де бар еді. Әйтсе де адамның жер бетіндегі неге келгендігі, не үшін жаратылғандығының көп хикметі бір Аллаға аян. Дәл сол сияқты да хор қыздарының жаратылуы да басқасы да бұл бір Аллаға аян нәрсе. Ал жаңылдегі көп әйелдікке, басқаға қойылған сауал болатын болса, бұл енді бұл өмір бақиға талас. Бірақ бұл бар нәрсе, мен енді барын бардай қылып жауап берейін. Оған мен бір шақырып, немесе оны бір қатты насихаттап атқан дымым жоқ. Ол барды бардай айтылу керек қой. Хор қыздары дегенде жәннатқа кіргенде бәріне 70-70-тен хор қыздары бөлінеді деген сөз жоқ ондай. Ол ондай дәрежеге жететін адамдар бар. Ондай дәрежеге жетпейтін де адамдар бар. Сосын ол хор қыздары өздерінің әйелі болады ма, болмайды ма? Өйткені олар қызметшілер деп те айтылады ғалымдарымыздың сөздеріне қарай. Бәлки өзінің әйелі одан да сұлу болады. Ол қызметшілерінің өзі сонша сұлу болса, сол қызметшілердің қожайыны, яғни әйел кісі, ол қандай дәрежеде сұлулығы, ол үлкен нәрсе ғой. Сол үшін әйелдердің жәннаттағы сұлулығы неге айтылмайды деген бір адамның сұрағына бір ғалым кісі жауап беріп айтады: әйел кісінің сұлулығы айтылмайтын себебі ол біреудің әйелі дейді. Біреудің әйелінің сұлулығын неге суреттелінеді? Одан гөрі сол хор қызы, қызметші әйелдің суреті суреттелінді да, сөйтіп айтады: мына қызметшінің өзі осынша сұлу дейді, сен оның қожайыны туралы сұрама деген сұрақ болады дейді. Яғни, мін қараңызшы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның заманында Омар халифа келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жанына отырады, Әбу Бәкір отырады. Сол жерлерде отырған кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: мен бүгін бір түс көрдім дейді. Түсімде жәннатты көрдім дейді.
бәрі жақындайды ғой, енді бір керемет қой деп. Жәннатта бір үлкен сарай көрдім. Сол сарайдың жанына бардым да, бұл кімнің сарайы деп едім, бұл Омардың сарайы деп айтты дейді. Түсінде көрген. Бұл Омардың сарайы деп айтты дейді. Сосын Омар қызғаншақ қой, енді ары қарай көп араламайын деп кеттім дейді. Қараңыз, е? Омардың өзінің әйелінің қызғаншақтығын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам біледі. Бірақ Омар жылайды сол жерде. Я Расулалла, мен сізден қызғанам ба дейді. Өйткені сізден қиянат көрмеймін ғой, ол қиянаткер адам емес қой ол кісі. Біреудің әйеліне көз салатын, сөз салатын. Кіріп көрмедіңіз ба аралап? Мен сізден қызғанамын ба дейді ғой, мысалы. Бірақ пайғамбарымыздың әдептілігін қараңыз, е? Сол жердегі сөзді қараңыз. Омар қызғаншақ жігіт қой деп ары қарай кірмедім дейді. Бұл нені білдіреді? Яғни сол жерде біреу, сол Омардың әйелдеріне көзім түсіп қалам екен, соларды көріп қалам екен дедім деген. Яғни қарасаңыз, жәннаттағы әйелдің қаншалықты сұлу болып кететіндігі, қандай сұлу көркем болып кететіндігі айтылмайды. Неге? Өйткені егер әйелдің сұлулығы айтылса, оның міндетті түрде дене мүшесі айтылу керек қой, дұрыс па? Дене мүшесі айтылса, сіз жақсы көресіз ба сіздің әйеліңіздің дене мүшесі туралы сөз қозғағаныңызды? Айтыңызшы. Өз басыңыз. Анаңыз туралы біреу сөз қозғаса, дене мүшесі туралы, қызыңыз туралы сөз қозғаса, қалай дейтін едіңіз? Келмейді ғой. Сол үшін жәннаттағы әйелдің сұлулығы айтылмайды. Бәлки қызметшінің сұлулығы айтылады. Сол үшін ол қызметшілер болғаннан кейін оның төсі туралы да айта береді. Оның төсі осындай, шашы осындай, балтыры осындай деп айтады. Бірақ ол қызметші әйел болғандығы үшін. Ол қызметші әйел ол. Сосын осылай деп суреттеледі. Ал оның ішіндегі жәннат егесі болса, ол туралы өйтіп айтуға болмайды. Соң көп әйелдік туралы хор қыздарының сауалды бұған қосудың ешқандай қажеті жоқ. Біреу айтатын шығар, ой, еркекке пәлен қор қызын береді екен, соның бәріне күші жетеді екен. Жетсе не бопты? Бұл Алланың бергені. Дәл осылай болды, Алла қалады, бітеді. Мысалы, қарапайым ол енді жануармен салыстырмай-ақ қойықшы адамдарды. Адамның өзін салыстырғанның өзінде қараңызшы. Егер бір әйел бірнеше еркекпен тұрса, ол қалай? Негізі бар ғой? Негізі салихалы әйел ешқашан бірнеше түгіл екі еркекпен тұрмайды. Салихалы әйел екі еркекке бармайды. Бірнеше еркек тұрмақ. Шын жүрегі азат, шын Құдайдан қорқатын, Алланы танитын әйел екі еркекке бармайды. Біреу түгіл, бөтен түгіл. Ол бөлек сезім де ол. Өйткені ол мысалы, Құдай сақтасын, бұның әдейі мен сөз қозғағанымдағы мәселемде сол еді ғой. Қарапайым мен әйел кісілерден де сұрадым әдейі осы мәселені. Ер азаматтарда мысалы намазхандарда сөз болады ғой, 2 әйел, 3 әйел алайын деп сөз болады. Ол көңілінде ондай ешқандай не болмайды. Ал әйел кісілерде ондай сөз болмайды. 2 күйеуге тиейін, 3 күйеуге тиейін. Есі дұрыс әйел оны айтпайды, ондайды. Үйтіп әзілдей алмайды да, оны көтере де алмайды ойына келтіріп. Бірнеше еркекпенен тұрайын дегенді. Ал екінші жағынан, бірнеше еркекпен тұратын әйелдің тазалығы қаншалықты болады? Тазалығынан бұрын баласы кімдікі болады? Ойласаңыз, баласы түбі кімдікі, кімге жатқызасыз? Сол үшін ол біздің адамға
әйел кісінің бірнеше еркекпен тұруы мүлде енді ақыл тарапынан да, биологиялық тарапынан да, басқа тараптан да сыймайды. Ал көп әйелдік мәселесінде енді ол кітаптарда да, мысалы қазіргі заманауи тілде де жазатын, бұрын соғыс кездері болған, осындай болған, ер кісі тез дүниеден өтіп кетеді, ер кісі тез таусылып қалады, әйел жаңағы тез таусылып қалады. Сонның себебінен ер кісілер аз болғандықтан әйел кісілерді көп алатын болған деген пікір тастайды. Баяғының тарихынан келсек та көп әйелдікке. Бірақ осының өзінде жаңалдегі Құранның өзінде де айтылады, міндетті түрде көп әйел ал деген ереже жоқ, міндетті түрде деген. Өйткені бір әйелдің өзіне бұл сенің жаңалдегі Құран-ы Кәрімнің өзінде айтады, пайғамбарымыздың өзінде де сондай ақиқаттар бар. Екі әйел алсаң, кемінде екі әйел алсаң, екеуін де бірдей жақсы көрем деп ойлама дейді. Өйткені адамның кеудесінде жүрек нешеу? Біреу-ақ дейді. Жүрек біреу-ақ. Тек әділеттікпен қарай аласыз оларға. Ал жақсы көру мақсатында тек біреу ғана болады. Әділеттікпен ғана қарайсыз. Сол үшін мысалы мұсылмандарда қызыңды берсең салихалы адамға бер дейді. Жақсы көрсе төбесіне көтеріп жүреді дейді. Жақсы көрмесе қиянат жасамайды, құрметін қылады дейді, өзінің орнына қояды дейді. Енді қарасаңыз, бұл мәселені көп адамдар өзіне бір сондай бір үлкен әңгіме, соны бір үлкен бір сөз талас қылып айтып кетеді. Біреулер исламға қаралау үшін шығады. Негізі бауырлар, бұл мәселе біздің қазақ халқында бар нәрсе болған, әмеңгерлік деген бар нәрсе болған. Ол мүлде біздің халқымыздың рухына, ұстанған ұстанымына жат деп айта алмаймын. Дінімізге де жат емес нәрсе. Оны егер бір жанұялар, бір адамдар соны істеп жатса, өз еркі, істемей жатса, өз еркі, оны бір үлкен әңгіме қылып, дау қылып, жанжал қылудың қажеті жоқ. Бір бауырым айтпақшы, екі әйел алам деген сөз, бұл айтатын сөз емес, бұл істейтін іс дейді. Ол айтқан адам алмайды дейді, айта береді әшейін дейді. Сөйтіп айтып қанатта әшейін. Болды, айта береді. Істейтін адам істеп қояды оны қашан. Сондықтан бұл айтатын сөз емес. Бұл істегіңіз келе ма? Істеңіз. Істей алмайсыз ба? Айтпаңыз. Сондықтан бұны енді ондай бір әзілге, жаңа сондай бір бекер отыратын нәрсеге айналдырмай, одан гөрі бір отырып қалғандарыңызда пайдалы нәрсе сөйлесіңіздер. Одан гөрі көп, басқа да әңгімелер көп қой. Сондықтан әлде қайда кең болғандарыңыз жақсы болады.